Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз математикалық сауаттылықта кездесетін Вен диаграммасын құруға арналған есепті шығаратын боламыз. Мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын тілін, 15-і неміс тілін және 14-і француз тілін біледі. Олардың 6-ы ағылшын және неміс тілдерін, 5-еуі ағылшын және француз тілдерін, 4-еуі неміс және француз тілдерін, ал 3-еуі 3 тілді де біледі. Мекемедегі кез келген қызметкер қандай да бір шет тілін біледі. Мекемедегі барлығы неше қызметкер екенін анықтаңыз. Бізде ағылшын тілі 24 қызметкер, 15, неміс тілі 15. Жалпы білетіндер саны 14-ті, француз тілін жалпы білетіндер саны 14. Ең бірінші, Вен диаграмманың ортасына 3 тілді де білетін қызметкерлер санын жазамыз. Келесі бізде олардың 6-ы ағылшын және неміс тілдерін. Ағылшын және неміс тілдерінің жазған жеріне 6-дан 3 азайту, өйткені оның ішінде 3 қызметкер 3 тілді де біледі. Яғни 3. Келесі 5-еуі ағылшын және француз тілдерін біледі. Ағылшын және француз тілдерін 5-еуі, 5-тен 3 азайтамыз, 2. Келесі 4-еуі неміс және француз тілдерін. Яғни бізде бір адам неміс және француз тілін біледі. Енді келесі 24-ті ағылшын тілін біледі. Оның ішінде нақты тек ағылшын тілін білетін адамдар санын анықтаймыз. Ол үшін 24-те біз осы жердегі 3 қосу 2 осылардың барлығын қосып 24-тен азайтамыз. 3 қосу 2 тек бізде 16. Яғни бізде жеке ағылшын тілін білетін адамдар саны 16. Келесі 15. Неміс тілін білетіндердің жалпы саны 15, ал жеке тек неміс тілін білетін адамдардың санын анықтау үшін 15 азайту 3 қосу 1 тең 6, 7, 15-тен 7-ні азайтсақ 8. Бізде неміс тілі 8 адам біледі екен. Келесі 14-ті француз тілі. Жеке неше адам француз тілін анықтағанын білу үшін 2 қосу 3 қосу 1 тең 5, 6, 8. Яғни 8 адам француз тілін біледі екен. Енді біздің сұрағымыз мекемеде барлығы неше қызметкер екенін табу. Мына жерде 24, 15, 14 деген керек емес. Осы диаграммада тұрған барлық сандарды қосып шығамыз. Неше қызметкер екенін табу үшін. 16 қосу 3 қосу 3 қосу 2 қосу 8 қосу 1 қосу 8 тең 41. Яғни бізде 41